Біз бүгін тезектереміз қайын-сіңлілерімізбен. Давай кеттік. Осылай қайын-сіңлілермен, қайнелермен тезектердік. Қырда тұрамыз. Қойшы келінмін, қойшы келін деген не? Бізге қызық, сонда қойшы келін деген атақ қандай атақ деген дейтін болсаңыздар, менің лишний өзімнің блогым, былайынша осы арқылы блог жүргіземін. Сіздердің арқаларыңызда көтерілемін дегендегі. Енді тай-тай қадам басып келе жатырық. Сіздер қолдасаңыздар, мен сіздерге неше түрлі видеолар түсіріп салатын боламын. Осылай қыстық азығымызды жинап жатырмыз. Көмірдің астына осыны жағып, үстіне көмір салып жүрсек, үй баня болады дегенде ғой. Жалпы сіздерге ауылдың қандай тіршіліктері ұнайды? Тандыр самса түсірген ба? Комментарийға жазып кетіңіздер, қолдап, лайк басып дегендей. Тіркеліп кетіңіздер, тіркелмегендеріңіз менің новый YouTube каналыма. Сіздер не десеңіздер, сол болады ғой. Қандай видео түсір десеңіздер, сол видеоны түсіріп салатын боламын. Осылай қызым бар, балам бар. Өзім 2003 жылғыман 17 жасында тұрмысқа шықтым дегенде ғой. Жалпы осындай күйбең тіршілік. Маған осылай блог жүргізген ұнайды. Сіздерге де ұнауға тырысамын. Барынша атсалысамын дегенде ғой. Ләжі барынша қолдап, лайк басып, тіркеліп. Сіз боп, біз боп. Сізде қазақпыз ғой, қазақты қазақ көтермегенде кім көтереді деп. Сау болыңыздар.